Қайрат Әділгерей және Қанат Әлжаппаров қарсы алыңыздар кәнекей. Үлкен құрметпен ортаға шақырамыз. Опа! Қайрат Әділгерей, Қанат Әлжаппаров. Бардақтың ішіне шығара салдың. Тамаша, бүгінгі дүбірлі думанды тойдың тізгін ұстаған Жанатбек ағамыз бен Фархат ағаларымызға бір қол шапалақ, құрмет, қошемет ағайын. Рахмет. Құрмет ағайын, отырайық, мынау кім сот кісі бар. Мобилографтар ары тұрындаршы, ойбай. Кетіңдерші мына жерден, өтініш. Тас бар ма? Тас бар ма? Шықшы. Жібері бұратын. Бәріміз отырайық орнымызға, мынау енді. Мобилографтар шынымен көре алмай отыр. Хамиттің тойы қалай өтті дегенде, қызыл жемпір киген баланың артын көріп қайттық демейді ғой, отыршы бар. Жайғасып отырыңыздар. Қайрат келе ғой. Баршаңызға ассалаумағалейкум ардақты ағайындар, Хамиттің дүбірлі тойына келген құрметті қонақтар. Баршаңызды көргенімізге қуаныштымыз. Хамит үшін бір қошемет ұрып қоятын жандар бар ма? Браво! Добрый вечер, уважаемые друзья, добрый вечер, дамы и господи. Сегодня в Чимкенте незабываемая свадьба, незабываемый торжественный вечер Хамита и Наргизы. Ойбай, қалай кетті. Қош келіп жатсыз, Наргиз, сіз әдемі екенсіз. Хамитке не деп дегенсіз десең, ойнай айтамын. Хамитжанға бірді қол шапалақ, Наргизға бірді қол шапалақ. Хамит, ортаға келіңіздер. Жақында мен енді 5 баласы бар екен. Біз енді Хамитті тек қана той ұйымдастырушы ретінде білеміз. Семьясында білмейді екенбіз. Немен айналысып жүрген білеміз да, бірақ қазір фотолардан қарап отырсам, бір емес 5 бірдей перзенті бар екен. Әп-әдемі келіншегі бар екен, Наргизжан. Көргенімізге өте қуаныштымыз. Сіздей сұлу әйел осындай кез келген жетістікке жеткен айыр азаматтың артында ақылды, сұлу, қалай мудрая женщина тұрады дейді. Сондықтан да біз бүткіл осындай жетістікке жеткені сіздің арқаңыз деп білеміз. Бір шапалақ, құрмет, қошеметтеріңіз. Ортаны ашайықшы, жігіттер, өтініш. Көрінбей жатыр, қашайықшы. Мобилографтар. Бір стол бермедің бұларға, мобилографтарға. Детский стол сияқты бір стол беру керек еді, мобилографтарға. Сондықтан да Хамитжан енді осы өзін жасаған азамат 15 жыл бойы, 20 жыл бойы бүкіл Қазақстан бойынша той ұйымдастырып, халықтың ықыласына бөлен, батасын алып жүрген бала. Сондықтан да міне бүткіл осы қазір осындағы отырған дүйім жұрт барлығы Хамитжанның өскенін, өнгенін көрген азаматтар, қалай жетістікке жеткенін көрген азаматтар. Сондықтан да бүгінгі той тек қана Хамитжан мен Наргиздік емес, бүгінгі той бүткіл Шымқаланың, бүкіл осында отырған қонақтардың тойы деп айтсақ артық болмас, өткені шын ниетімен, пейілімен қуанып келіп отыр. Дұрыс па? Бір шапалақ, құрмет, қошеметтеріңіз. Негізі Хамит жайлы айта берсең жақсы әңгімелер таусылмайды. Енді адам болғаннан кейін оның да пенде ғой енді періште емес. Пендяра. Пендюк. Ойне айтам. Енді жаман қасиеттері жоқ деп айтуға болады, бірақ бір жемқорлығы бар. Бұл кісінің адамның үстінен ақша істейтін қасиеті бойына бала күнінен тарған ардақты ағайын. Бұл алаяқтықтың кесірінен той орталығын ашқан ғой. Тыңдаңыз. Мен тойға шығып жүргеніме осы уақытқа дейін 500 мың теңге болды. Көтерейік та Хамит дебем, Чимкент халқы сені қарапайым адамдар шақырады, Қанат 500 мыңнан артық адам теңгеден артық саған бере алмайды деді. Оказывается, мен 2 жыл болыпты, 1,5 миллионға келеді екен осы жаққа. Ең болмаса 200-300 мың алып қалуға болады ғой. Еще 2 рет қажылыққа барып, сол 2 қажылықтың ортасында ішкен десең, ойнап айтам. Хамитжан тойын құтты болсын, башымды менің. Бала, құрмет, қошеметтеріңіз, әрине қалжың. Хамитжан біздің досымыз, бауырымыз, замандас боламыз. Біз осы сыйлап келіп отырмыз. Хамитжан бұл тойды негізі 24-ші қаңтар күні жасау керек еді. 24-інде бір 23-дегі тойдың иесі ма сені атам деген? Сен ойнай айтам. Сонымен Астанадағы бір үлкен адамның тойында ақтырып, зорға құтылып осы. Қайреке, бізден неше түрлі подаркілеріміз бар. Умраға жолдама бар. Соны бізге тапсыр деп отыр. Біз әрең жүрміз мұна тойда. Сухой. Соны 2 алқашқа тапсыр деп отыр. Шыдамның да шегі бар, халал той дегенге бұлай болмайды, құрметті ағайын. Өнер қыранда шығыңдар, той бардак десең, бұлай. Шайнеге келіңдер. Ал енді біз енді бұл жерде ұйымдастыру сценарий бойынша жүруіміз керек.
елімізге танымал әнші мен актриса келіп тұр. Осы екі жасты ортаға вальс билеткіміз келеді. Екеуі үйленген кезде бұларда дым болмаған. Қу кедей, қу сирақ болған. Міне қазір Құдайға шүкір өз қолы өз аузына жетіп отыр. Хамитте вообще дым болмаған ғой, айтпаса дым болмаған бірдеңе болса үйленбейді деді ғой екеуі аяқ астынан десең. Ойнайтам. Енді мына жерге ортаға алдырайық Хамит мен Наргиз. Давай бір Горька, екеуіңе Горька. Бір сүйсіңдер халықтың көзінше десең ойнайтам. Дариға және Отшау, Дариға саған өтініш айтып жатыр. Өткенде Семейдегідей охрана анан айтпасын дейді. Болды. Керек емес деп жатыр да.